Өйткені адамзат тарихы сол кезеңнен бастау болады. Мәдениеті, өркениет. Бірақ мен айтқан болар едім. Бізге одан да маңызды нәрсе отан тарихын білу. Отан тарихын игеруіміз керек. Халқымыз қандай жолдан өтті? Сол жолдан қандай сабақ алды? Сабақ алуымыз керек. Соны қажетімізге жаратуымыз керек. Тарих деген бір абстрактты нәрсе емес. Ол нақты нәрсе болу керек. Бүгінгі сұраныстарға жауап беретін білім болу керек. Былайша айтқан уақытта кәдімгі бізге күш беретін, қуат беретін білім болу керек. Сондай білім алуымыз керек тарихтан. Ал енді сондай бір кезеңнің біреуі, мынау қазір халқымыз кең атап жатқан, ол қазақ хандығы кезеңі. Мен енді осы кезең болғанда қысқаша тоқталайын. Менің айтатын әңгімем Алаш Орда туралы, Алаш қозғалысы туралы. Бірақ дегенде бүкіл халық болып атап атқандықтан қазақ хандығы туралы бір-екі ауыз сөз айтуға тура келеді. 15 ғасырдың 50-60 жылдары қазақ халқы тарих аренасына, тарих сахнасына шықты. Өзі туралы әлемге мәлім етті. Қазақ деген халық бар екен, қазақ деген ұлт бар екендігін мәлім еткенде мемлекет құрып мәлім етті. Қазақ хандығын құрды. Қазақ хандығын құру қажеттіліктен туған болады. Еріккен ермек емес. Ол Жәнібек пен Керейдің қалауы бойынша құрыла қалған мемлекеттік құрылым емес. Біз көп жағдайда тарихта айтқан уақытта айтамыз, бұл Жәнібек пен Керейдің ісі деп. Олай емес. Жәнібек пен Керей халықтың талабын, халықтың сұранысын орындады. Егер де Жәнібек пен Керейді қазақтың сол кезде басшылары, ақсақалдары, кемеңгер көсемдері қолдамаса, Жәнібек пен Керей мемлекет құра алмас еді. Ол басы ашық нәрсе. Сондықтан біз сол Жәнібек пен Керейдің ісінің ар жағында халықты көруіміз керек. Қазақ халқының оның мүддесін көруіміз керек. Сондықтан қазақ хандығы бұл жалпы мемлекет, жалпы қоғамдық, жалпы ұлттық іс болып табылады. Оған не себепші болды? Не түрткі болды деген тағы да қандай қажеттілік болды деген уақытта бұл өмірден де ол қажеттілік. Іргесінде сол кезде қазақ хандығының Тимуридтер мен шайбандықтар мемлекет құрылысына кірісіп кетті. Мемлекет құрғанда территориясын анықтауға, жер көлемін, жер ауқымын анықтауға кірісіп кетті. Шығысында ойрат одағы пайда болды. Ойраттар мемлекет құрды 14 ғасырдың екінші жартысында. Оларда жер көлемі туралы, территория туралы ойлай бастады. Олардың батыстағы көршісі қазақ хандығы болады, қазақ елі болады. Қазақтың жері үлкен, керемет жайылымдар бар. Сол жайылымдарға көз салды ойрат хандығы, ойрат одағы. Батысында Ресей мемлекеті күшейіп келеді. 4-ші Иванның тұсында, Иван Грозный тұсында Ресей мемлекеті Қазанды алды. Қазан хандығын алды. Алтын Ордадан кейін өмірге келген. Астрахан хандығын алды. Қырым хандығын алды. 16-шы ғасырда Ресей империясы қазіргі территориясында жақындап қалды. Ал сол 16-шы аяқ жағында Ермак бастаған қазақ әскері Сібір хандығын алды. Міне осындай жағдайда қазақтарға анықтау керек болды. Жер көлемі қандай болады? Қандай жерді сақтайды өзінде? Қандай жерді иемденеді? Ұрпағына қандай жер қалдырады деген мәселе туды. Сондықтан қазақ хандығы өмірге келді. Ол арпалыста өмірге келген хандық. Арпалыста өмірге келген мемлекеттік құрылым. Біз осыны түсінуіміз керек. Осыны түсініп қана қоймай, ойға сіңіруіміз керек. Яғни осы 14-15 ғасырда қазақ хандары, әсіресе Қасым хан бастаған қазақ хандары қазақтың жерін анықтау ісіне білектіріп кірісті. Қасым хан оның хандығының ордасы, отауы осы мынау Қараталдың бойында болды. Ал Қасым ханның өзі Сарайшықта, Жайықтың бойында өлді. Неге олай болды? Кеше президент өзінің баяндамасында айтты. Қазақ хандарының жетеуі дейді жорықта өлген. Жетеуі жорықта өлген. Неге? Қазақ жер үшін талас барысында өздері құрбандыққа шалды. Сондықтан мынау жер үлкен жер, алып жер. Әлемде Қазақстан жер көлемі жағынан 9-ші орында алады. 9-ші орын алады. Ол үлкен кеңістік. Ол кез келген Европаның мемлекеті, алып мемлекеттер таң қалады.
Оның байлықтары қанша, ас-сүсті ресурстары қанша, қандай үлкен. Ол жер аспыран түсе қалған жоқ. Бізге оны ешкім сыйлай қойған жоқ. Оны біз күреспен алдық. Осы жер үшін қан төгілді. Талай бала жетім қалды. Талай аналар жесір қалды. Сондықтан бүгін тойлаған уақытта қазақ хандығын біз осыны ұмытпауымыз керек. Осы жер үшін үлкен күрес жүргенін ұмытпауымыз керек. Мынау мемлекет деген уақытта, қоғам деген уақытта ол үшін ең бірінші нәрсе жер мәселесі. Француз энциклопедиясында былай дейді. Француздар 18 ғасырда жазған энциклопедия былай дейді. Қоғамда екі құндылық бар дейді. Екі құндылық бар. Біреуі адам, екіншісі жер дейді. Мемлекет не үшін керек? Сол жерді сақтау үшін керек. Келесі ұрпаққа соны қалдыру үшін керек. Екінші, мемлекет не үшін керек деген уақытта сол адамдарға жағдай жасау үшін керек. Осындай керемет зәулім мектептер салу үшін. Ұрпаққа жол ашу үшін. Ұрпақтың өсуіне жағдай жасау үшін керек мемлекет. Қазір Қазақстан Республикасы білек түрініп осы жұмысқа кірісіп отыр. Біз бүгін осы залда соны көзімізбен көріп, жанымызбен сезініп отырмыз. Ал енді мынау жаңа мен айттым, Қасым хандан бастап 16 ғасырдағы, Кенесары ханға шейін 19 ғасырдағы қазақ хандары қазақ жерінің ауқымын анықтау және оны сыртқы агрессиядан қорғау үшін күресті. Соған осы жолда үлкен белсенділік танытты. Біз қазақ хандарын айтқан уақытта осы нәрсені есте сақтау керек. Олар бізге осы жерді қалдырды, сол күрес барысында. Ал енді мен сәл осы хандық қабиласын енді қысқартайын. Қазақ хандығы 3 ғасыр өмір сүрді. 3 ғасырға жуық өмір сүрді. Ал енді осы оның қандай маңызы бар деген уақытта 3 ғасырға жуық мерзім дербес мемлекеттік құрылым ретінде өмір сүрген қазақ хандығы қазақ халқына мүддесі мен тағдыры ортақ, тілі мен мәдениеті ортақ, бір тұтас ел ретінде сезінуге, шаруашылығын түзеп, өзінің көрші елдерге танытуға мүмкіндік берді. Қоғамдағы жеке тұлғаларды отан, отбасы, ұрпақ туралы сана сезімнің орнығуына жағдай туғызды. Мына бір айтатын нәрсе, әлгінде ғана өмірге келген қазақ хандығы оңтүстігінде шейбаниттермен соғысқа тура келді. Сыр бойында қалалар үшін, сауда жолдары үшін, Түркістан үшін. Шығысында Ойрат хандығымен күресуге тура келді. 3 ғасыр бойы күресті Ойрат хандығымен. Ана біздің эпостарымызды алып қарасаңыздар, біздің батырларымыздың бәрі де қалмақтармен соғысады. Ол жайдан жай емес. Ал енді осы кезде осы сыннан, егер де қазақ хандығы болмаса 3 ғасырлық, біз осы сыннан өте алмайтын едік. Әсіресе ойраттармен, қалмақтармен соғыстан өте алмайтын едік. 3 ғасыр бойы қазақтар өзін тұтас ел ретінде сезінді. Жері бар ел ретінде сезінді. Ұлт ретінде сезінді. Ортақ тілі бар, мәдениеті бар, мүддесі бар халық ретінде сезінді. Қазақ хандығының тарихи маңызы осында. Міне осы құндылықтар сыннан өтті. Егер де қазақ хандығы болмаса, біз Ақтөбе Шұбырынды заманнан 18 ғасырдан өте алар ма едік, өте алмас едік, оны бір Алла біледі. Міне осы жағдайды біз ұмытпауымыз керек қой деп ойлаймын. Ал енді 1758 жылы Қалмақ хандығы жойылды. Қазақ хандығы 70 жыл бойы өз бетінше өмір сүрді. 1731 жылға шейін. Бірақ 1731 жылы Ресей құрамына енді. Дербес мемлекет болып тұра алмады. Неге деген сұрау туады? Неге дербес мемлекет ретінде тұра алмады? Неге дербестігін тәуелсіздігін сақтай алмады қазақ қоғамы, қазақ хандығы? Оның 2 себебі бар. Біреуі, қазақтар қазақ хандығы заманында мықты мемлекеттік аппарат құра алмады. Мемлекеттік аппарат бүгін қазақ жерін тұтастырып, ортақ мүддеге жұмылдыратын мемлекеттік аппарат құра алмады. Бұл біріншіден. Екіншіден, осы 70 жылдың ішінде қазақтар өкінішке орай мықты экономика жасай алмады. Мына көшпелі мал шаруашылығы басым түрде біз қазақтар көшпелі мал шаруашылығына айналыстық. Әрине отырықшы қалалар болды, отырықшы халық болды, бірақ бәрібір біз осы мықты экономика құра алмадық. Міне осы 2 себепке байланысты қазақ хандығы Ресейге тәуелсіздік ұшырады. Ресейдің құрамына енді. Ал енді Ресейдің құрамына
өзінің тәуелсіздігін сақтай алған жоқ. Күші жеткен жоқ. Өз тәуелсіздігін сақтау үшін күш керек. Мықты экономика керек. Мықты әскер керек. Ол бізде болған жоқ. Біздің, ал енді ол бір екіншіден айтатын нәрсе. Мынау шығыстағы ойрат хандығы жойылды. Мынау жаңағы неміз істейме екен біздің жаңағы ойрат хандығына байланысты. Міне. Ресей құрамына қосылған уақытта Ресей бізді жарылқау үшін қосып алған жоқ. Ресей екі мақсатты көздеді. Біріншіден, қазақ жерінің асты үсті байлығы Ресей мемлекеттің қажетіне жарату үшін. Біздің жеріміз керек болды. Екіншіден, қазақ халқын осы мақсатта арзан жұмыс күші ретінде пайдалану үшін керек болды. Біздің бұрынғы тарихымызда Ресей өзінің құрамына қазақты жарылқау үшін қосып алды деп айтты. Ол жалған болды. Ол дұрыс түсінік емес. Шындық түсінік осындай болды. Ал енді осы кезде осы 15-16 ғасырда Асан Қайғы деген атамыз болған, білесіздер ғой. Асан Қайғы мынандай сұрақ қойды. Енді не болады деп. Енді мен ұрпағым не болады, халқым не болады деген сұрақ қойды. Не болады деген сұрақ қойды. Мынау осындай сұрауды кезінде Англияда Шекспирдің Гамлет деген драмасы бар, білесіздер. Гамлетте быть или не быть дейді. Болу не болмаса сөлу дейді. Халықтың алдында сондай сұрау қойған. Сол сұрауды орыс қоғамы да қойған, Чернышевский, что делать деген. Халықты құтқару үшін, халықты жаңа сапаға көтеру үшін не істеу керек деген. Ал сондай сұрауды біздің Асан Қайғы да қойды. Не болады деді. Міне осы сұрауға әуезов айтады. Қазақтың жақсыларының бәрі осы сұрауға жауап іздеді дейді. Түрлі кезеңдерде не болады деген сұрауға. Бірақ өкінішке орай оған жауап таба алмады дейді. Ал енді сол жауапты 19 ғасырда, 18 ғасырда Бұхар жау да айтты. Бірақ Бұхар жау оған жауап бере алған жоқ, өкінішке орай. 19 ғасырда Зар-заман мектебінің ақындары, ойшылдары Шортанбай, Мұрат, Дулат айтты. Олар да жауап айта алмады. Олар Зар-заман заманында зар айтумен қанағаттанды. Мұрат ақын былай деді: іштей шіріп өлер деп кейінгі ұрпақты мүсіркеді, кейінгі ұрпақты аяды. Енді ұрпақтың өмірі не болады деп қамықты. Бірақ 19 ғасырда міне бұл сұрауға Шоқан Уәлиханов жауап берді. Шоқан Уәлиханов не деді? Халықтың кемеліне келіп, өркендеп өсу үшін ең алдымен азаттық пен білім қажет деді. Азаттық пен білім халықты өсіп өркендеу жолына салады деді. Бұл дұрыс жауап болады. Бірақ жалғыз ғана жауап болады. Бұл бір ғана жауап болады. Екінші жауап тағы да айтылды. Оны Кенесары Қасымұлы айтты. Азаттықты қылыштың жүзімен алуға болады деді. Бұл екі жауапты бір-біріне қарсы қойдың керегі жоқ қазір. Екеуі де дұрыс жауап болады. Халыққа екеуі де керек. Білім де керек, ақыл да керек, өнер де керек. Сонымен бірге халықты өзін-өзі қорғау үшін, азаттығын қорғау үшін қылыштың жүзі де керек. Қазіргі заман соны көрсетіп отыр. Егер күшің болмаса, интеллектуал күштен, білімнен басқа, анау мускулар дейміз ғой, мықты күш болмаса, тәуелсіздігін сақтай алмайсыз. Ол да шындық. Сондықтан біз мына осы екі жол, Шоқанның айтқанда дұрыс, Кенесарының да айтқаны дұрыс деп қарауымыз керек. Ал енді 20 ғасырдың басында не болады деген сұрауға қазақ зиялылары да жауап іздеді. Біз Алаш қозғалысына келдік. Міне, Алаш зиялылары айтты: азаттыққа білім мен мақсатты күрес арқылы жетуге болады деді. Халыққа білім керек, мақсатты күрес болу керек деді. Осыған міне олардың айтатын бір Алаш зиялыларының бір артықшылығы өздеріне бұрынғы буыннан. Олар құр уайымнан кетті. Уайымнан ештеңе шықпайды деді. Нақты іске кірісу керек деді. Сөйтіп олар іске кірісті. Не істеді? Алаш зиялыларының Октябрь революциясы шейінгі сапалық құрамы. Мынау 120-ға жуық қазақ зиялылары Ресейдің оқу орындарында, Қазан, Москва, Петербург, Варшава университеттерінде оқыды. Сонау Каирде, Стамбулда оқыды, білім алды. 120-ға жуық адам жоғары диплом бар еді. Ал 700-ге жуық адам қазақ зиялылары орта білім оқу орындарын бітірді.
Қарасаңыздар, бұл көп сан емес. Көп сан емес. Бірақ бұл өте сапалы ұрпақ, сапалы буын болды. Мәселе олардың сапасында, санында емес, сапасында еді. Міне осы күшпен, осы санменен қазақ зиялы бүкіл қазақ халқын соңына ертті. Қайтып ертті. Ең алдымен ағарту жолына түсті. 2 миллион тираж кітап шығарды. Революцияға шейін, 1917 жылға шейін. Айқап журналын шығарды, жалпы ұлттық. Қазақ газетін шығарды, үлкен тиражбен. Сол екеуі арқылы азаттық идеологиясын жасады. Азаттық идеологиясын жасады. Бұл интеллектуалды күрестің басы еді. Қазақ қоғамында бұдан бұрын күресті батырлар, хандар жүргізсе азаттық үшін, енді күреске зиялылар араласты. Ол зиялылар араласты. Олар айтты, халыққа білім керек. Күресу үшін, жеңіске жету үшін, мақсатқа жету үшін білім керек. Білімсіз болмайды деді. Олардың айтқан осы уақытқа шейін өзектілігін жойған жоқ. Осы уақытқа шейін солай. Сондықтан мына қазақ тарихында, ұлт тарихында жаңа кезең осы алаш зиялыларының қызметіне тікелей байланысты. Ал енді 1917 жылы білесіздер, біздің Ресей империясында үлкен өзгерістер болды. Сол үлкен өзгерістерге қазақ зиялылар даярлықпен келді. Құр сөзбен емес, нақты іспен келді. 1917 жылы, мынау өздеріңіз білесіздер, февраль, ақпан революциясының нәтижесінде патша үкіметі биліктен кетті. Патша құлады. Оның орнына уақытша үкімет орнады. Міне осы уақытта қазақ зиялылары үлкен саяси күреске кірісіп кетті. Олар не істеді? Ең бірінші, бүкіл қазақ облыстарында, бүкіл қазақ уездерінде қазақ съездерін өткізді. Міне 1917 жылы бүкіл Қазақстанда 68 қазақ съездері өтті. 68. Бұл бұрын болмаған белсенділік болады. 68 қазақ съездері өтті. Сол қазақ съездерінде қазақ қоғамының ең өзекті мәселелері талқыға түсті. Қазақ съездерінің нәтижесінде барлық облыстарда, барлық уездерде, кейбір болыстықтарда қазақ комитеттері сайланды. Қазақ комитеттері. Бұл ненің көрінісі еді? Қазақ комитеттері дегеніміз қазақ мемлекеттілігінің негізі болады. Қазақ мемлекеттілігін жаңғырту, қазақ мемлекеттілігін құру мәселесін қолға алды қазақ зиялылары. Қазақ зиялыларының ең үлкен еңбегі осында. Әлихан Бөкейханов бастаған қазақ зиялылар түсінді. Қазақ халқына мемлекеттілігін әпермесең, тәуелсіздігін әпермесең, оның болашағы болмайды. Сондықтан олар Бөкейханов үлкен даярлық жасады, мемлекеттіліктің теориясын жасады. Күрес идеологиясын жасады, қазақ газеті арқылы, қазақ зиялыларының қолдауымен. Міне, басқаша айтқан уақытта, міне сол 17 жылы бірінші жалпы қазақ съезі шақырылды. Облыстық уездік съездерден басқа бірінші жалпы қазақ. Шілде айында Орынборда бірінші жалпы қазақ съезі өтті. Сол съезде Алаш партиясын құру туралы шешім қабылданды. Онда сол партия құруға байланысты айтылды қазақ газетінде. Ресейде партия көп деді. Бірақ біздің қазақтың ұлттық мүддесін қорғайтын партия жоқ деді. Соған байланысты олар Алаш партиясын құрды. Алаш партиясы қазақ қоғамын мемлекеттілікке даярлауға тиіс еді. Ал енді бұдан басқа, сол осы 17 жылдың желтоқсан айында тағы да Орынбор қаласында екінші жалпы қазақ съезі өтті. Екінші жалпы қазақ съезінде қазақ зиялылары, қазақ бастаушы тобы Алаш орда үкіметін құрды. 25 орыннан тұрған Алаш орда үкіметі құрды. Ол үкіметтің 15 мүшесін сайлады. 10 мүшесін сайлаған жоқ. Неге деген уақытта 10 мүшесі басқа ұлт өкілдеріне қалдырылсын деді. Яғни Бөкейханов айтты, біз Қазақстанда жалғыз қазақтар ғана емеспіз деді. Басқа ұлттар да бар деді. Біз сол ұлттармен келісіп алайық. Оларға айтайық, мынау Алаш орда автономия сендерге жат болмайды. Біз бәріміз бірге өмір сүреміз. Бәріміз бірге құрайық мемлекеттілікті. Экономиканы бірге көтерейік. Сіздер осы программаны қабылдаңдар деді. Соған байланысты мынау осы жұмысты жүргізу үшін оларға басқа ұлт өкілдеріне 10 орын қалдырды. Бұл керемет үлкен тарихи маңызы бар шешім болады. Басқаша айтқан уақытта
Алаш зиялылары 17 жылы Европалық деңгейдегі партия құрды. Европалық деңгейдегі партияның программасын жасады. Программа екі мақсатты көздеді. Алаш бағдарламасы екі мақсатты көздеді. Бірінші мақсат қазақ халқын тәуелдіктен құтқару. Тәуелсіз мемлекет құру. Бұл бірінші мақсат. Екінші мақсат қазақ халқының ішіндегі мерезеден құтылу. Қазақ халқына қажет реформалар жасау. Қазақ қоғамын өзгерту. Осы екі мақсатты көздеді. Алаш бағдарламасында осы екі мәселе тұрды. Міне осы тұрғыдан алған уақытта Алаш партиясының Алаш бағдарламасы европалық деңгейдегі бағдарлама болады. Кез келген Европаның партиясынан оның деңгейі төмен емес болады. Сонымен тең болмаса. Ал енді өкінішке орай 1918 жылы жазында осы жерде бір нәрсе айта кетейін мен. Екінші жалпы қазақ съезінің шешімін Алаш басшылары қаулысын Совет үкіметіне, Совет билігіне, Ленин мен Сталинге тапсыруды екі адамға жүктеді. Жаһанша Досмахамедов және Халил Досмахамедовке жүктеді. Апарып Ленин мен Сталинге беріңіздер деді. Таныстырыңыздар, біздің мақсатымызды білдіріңіздер деді. 1918 жыл апрельде бұл екі кісі Москваға барып, Алашорда үкіметінің атынан Ленин мен Сталинге осы екінші жалпы қазақ съезінің қаулысын тапсырды. Ал енді Совет үкіметінің қатынасы қалай болды? Мынау қаулыда былай деп айтылды. Алаш партиясы қабылдаған қаулыда. Біз Совет үкіметін мойындаймыз деді. Билік ретінде мойындаймыз деді. Егер Совет үкіметі Алашорда қазақ комитетін облыстарда, уездерде құрылған қазақ үкіметі ретінде мойындаса деді. Сіздер қазақ комитетін мойындаңыздар. Біз Совет үкіметін мойындаймыз деді. Өкінішке орай бұған жауап болмады. Совет үкіметі бұл Алаштың өтінішіне жауап бермеді. Жауапсыз қалды Алаштың айтқан. Одан кейін Алашордаға не қалды? Өкінішке орай Алаш үкіметінің мүшелері бірде-біреуі советтік билікке тартылмады. Керісінше азаттық қозғалысқа қатысы жоқ кісілерді билікке тартты. Алашқа қарсы адамдарды билікке тартты. Міне осындай жағдайда Алаш партиясына, Алашорда үкіметіне ақ гвардияшыларды қолдауға тура келді. Мәжбүр болды. Бірақ ақ гвардияшылар Алашорда үкіметін жойып жіберді. Сонымен Алаш үкіметін, Алашорда үкіметін Совет үкіметі мойындаған жоқ. Ақ гвардияшыларды мойындаған жоқ. Басқаша айтқанда, кеңестік билікте, ақ гвардиялық билікте қазақтарға мемлекеттік дербестік автономия беруге қарсы болды. Міне Алашорда үкіметінің кеңес үкіметімен қатынасы осымен аяқталды. Соның нәтижесінде Алашорда үкіметі азамат соғысы тұсында ақ гвардияшылар жағында күресті. Артынан одан бас тартып Совет үкіметін мойындайтындығын мәлімдеді. Бірақ бәрібір Совет үкіметі Алашордаға сенген жоқ, Алаш зиялыларын билікке тартқан жоқ. Ал енді онымен шектелген жоқ. 20 жылдан бастап Совет үкіметі күшейіп алғаннан кейін Алаш зиялыларын репрессия алды. Алаш зиялыларының тағдыры сонымен аяқталды. Алашорда үкіметі. Ал енді осы сөзімнің соңында бір нәрсе айтқым келеді. Уақыт әрине шектеулі, соған байланысты мен сөзімді мынандай нәрсемен аяқтағым келеді. Мынау Алашорда үкіметінің Алаш қозғалысының көсемдерінің біреуі, бастаушылардың бірі Ахмет Байтұрсынов былай деді. Мына осы Алматыда университет ашылды. Университет ашылғанда Ораз Жандосов сол университетті ашуда сөйлеуге Байтұрсыновты шақырды. Құлдарауда жүрген Байтұрсыновты шақырды. Сонда Байтұрсынов келіп сөйлеп былай деді. Көбінесе мәдениеті төмен жұрт ақ көңіл, анайы, аңқау келеді. Сондықтан да мәдениеті жоғары жұртпен араласқан жерде арбауына түсіп жем болады.
ол жем болудан мәдениеті жетілгенше құтылмайды. Қазақ жем болудан түбінде декрет қуатымен құтылмайды, мәдениет қуатымен құтылады деді. Байтұрсынов айтты, тағы да Байтұрсыновтың ойын қысқаша қайталайын. Біз деді, мәдениетімізді, білімімізді көтермесек, жем болуға жем боламыз деді. Ал жем болудан құтылу үшін мәдениетімізді, білімімізді көтеруіміз керек. Басқаша айтқан уақытта, қазіргі уақытта біз қазақ халқы, Қазақстан халқы, біздің жеріміз үлкен, жер байлығымыз үлкен, мол. Соны өзіміз игеретін деңгейге жетуіміз керек. Басқа жол жоқ. Ол жол, сол үшін біз білім алуымыз керек. Үлкен рахмет сіздерге. Мен бірақ кеңес беремін. Олардың мұрасын оқу керек, кітаптарын оқу керек, жазғандарын оқу керек. Вот соны Мағжанды оқыңыздар, Бөкейхановты оқыңыздар, Байтұрсыновты оқыңыздар, алаш зиялыларының кітабын, еңбегін оқыңыздар. Жай оқу емес, бойға сіңіріп оқу керек, түсініп оқу керек. Бойыңызға, өзіңізге сіңіріп оқу керек. Сонда сіз міне сол жолда боласыз. Олардың жолы тамаша жол, ол ғажап жол. Мынау мәселе мынада. Алаш идеясы дегеніміз бұл қазақ идеясы деген сөз. Алаш жолы дегеніміз бұл қазақ жолы дегеніміз. Мынау азаттық алғаннан кейін тәуелсіздік жылдары неге қазақ қайтадан алашқа ұмтылды? Алашты үлкен түсінушілікпен қабылдады, алаш зиялыларының идеясы. Өйткені алаш идеясы бұл қазақ тірі болса бірге болады идея. Сондықтан алаш мұрасын оқу керек. Алаш еңбектерін, алаш зиялыларының еңбектерін оқып, сол рухта өсу керек деп ойлаймын. Мынау бүгінгі біздің кездесуіміз, Нұрбек менің бауырым осы ұйымдастырған үлкен рахмет. Әлібек отыр, Әлібекке үлкен рахмет. Мен мынау сіздерге, жастарға мына айтқым келеді. Ана Мағжанның керемет өлеңі бар, мен жастарға сенемін деген. Арыстанда айбатты, жолбарыстай қайратты, мен жастарға сенемін дейді. Мағжанның тағы бір өлеңі бар, керемет өлеңі бар. Жүрген ескі заңмен, алдындағы малымен, бірге жусап, бірге өрген, алаш деген елім бар. Неге екенін білмеймін, сол елімді сүйемін дейді.